Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен Сыр мектеп лицейінің 11 сынып оқушылары Аяш Дәулет пен Отарбаева Аяжан. Бұл видеода біз сіздерге OpenTools бағдарламасындағы автофазовканы үйрететін боламыз. Алдымен біз жаңа слой ашамыз, ол осы үш батырманың біреуін басамыз да, бұл тайпты басып, Tools Vector Level'ды таңдаймыз. Окты басамыз, болды дайын. Осын Windows'ты басып, бұл жерде Level Strip'ті қосамыз. Міне қосылды. Енді суретіміз саламыз біз. Бізде бұл мынадай смайлик болсын. Грустный. Сосын бұл қара жерде осы терезедегі мышканы оң жағын басамыз да Add Frames'ті басамыз. Сосын мұндай екіншісінен басамыз, сурет біріншісінде тұрғандықтан. Сосын қанша слой керек, соны жазамыз. Мен 12-ге дейін жазайын. Енді бізге бұлай көріну үшін біріншісі мен Onion Vision'ын 12-ге қойып, біріншісіне дейін қойып қояйын. Енді бұлай көрініп тұрады. Сосын мұнда соңғы нені таңдаймыз да, суретімізді саламыз екінші. Бұлай болып шықсын. Енді біріншісін таңдаймыз да, Shift-ті басып тұрып, соңғы кадрды таңдаймыз. Бізде осындай in between деген шығуы керек. Біз оны деген басып, бізде мұндай шығады. Біз лайнер тұра береді, ол сондықтан біз in between басамыз. Ол бізде анимациямыз дайын болып тұр. Осылай шығады. Осы шығып тұр. Енді оны кәдімгі кадрға айналдыру үшін біз екінші кадрды басамыз да, Shift-ті басып тұрып, соңына дейін апарамыз. Сосын қайтадан Shift басып тұрамыз да, біздің лентамызға апарамыз. Міне болды. Кадрларымыз кәдімгі кадр болып тұр. Анимацияларға қолдана беруге болады. Бұл видео сізге түсінікті әрі пайдалы болды деген үміттеміз. Келесі видеоларда кездескенше.